Базада сізде де сондай жағдайлар болған шығар. Аспанға қарап жата бересең. Әуелі тық-тық етіп тұрған сағат та тоқтап қалғандай болады. Үй іші тым-тырыс, қараңғы аспан да тым-тырыс. Әттегі самал да қылт етпейді. Сондай пайтта менің көз алдымда тосаттан анажаным пайда болады. Қараңғы жайдың бір мүйішінен шығып келеді де, әсте миық тартып, маған қарап тұрады. Жылдар бойы менеттен қабарған қоллар менен басымды сипағандай болады. Өкпем толып өзімді тұта алмайман, жүрегім дүрсілдеп, орнымнан ұшып тұрып кетемен. Өткір Хашимов, Дүнияның ішлері. Бұл кітап новеллалардан ібарат болып, автор бұл кітапты анасына бағышлап жазған. Ол әр бір тазадан шыққан кітабын бірінші болып анасына әкеліп берген. Ал анасы болса, қуанып, сен менің сүйенген тауымсаң, балам, дер еді. Дүниядағы барлық аналар перзентіне нәсибет бабында бір-біріне жүдә ұқсайды. Солай екен, бұл шығарма сіздерге бағышланады, әзиз анажаллар.